Сәлеметсің бе озат оқушым, бүгін бізде 85-ші сабақ заттың сынын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу өлеңді мәнерлеп оқы. Аспаз деген өлең берілген екен, оқып көрейік. Ақ қалпағы басында, ыстық оттың қасында, бір тамақты пісіріп, бір тамақты түсіріп. Апам ылғи жүреді, жайраңдайды, күледі. Түрін біліп тағамның, жолын қуып апамның, үлкен болып өскенде, мен де аспаз боламын деп жазылған өлең екен, я? Өлең кім туралы, не туралы екен озат оқушым? Тамақ пісіретін, аспаз туралы екен, я? Бір бала өзінің анасы, апасы туралы жазған екен, я? Апасы тамақты пісіріп, түсіріп, күлімдеп жүретін, жайраңдап. Аспаз болып жұмыс жасайды екен. Ол да аспаз болғым келеді дейді, я, өскенде. Ал саған аспаз болу ұнайды ма? Өскенде кім болғың келеді? Соны айтып өте ғой, я? Осы өлеңнен заттың сынын білдіретін сөздерді тауып көрейікші, қанекей. Қандай, қай деген сұраққа жауап беретін сөздер, я, заттың сынын білдіретін сөздер. Ақ қалпағы. Қандай қалпағы? Ақ. Қандай оттың қасында? Ыстық оттың қасында. Қандай болып өскенде? Үлкен болып өскенде. Қандай деген сұраққа жауап беретін сөздер арқылы заттың сынын білдіретін сөздерді тауып алдық, я, озат оқушым. Келесі бізде екінші жаттығу. Сөйлемдерді көркем жаз дейді. Мұнда бірнеше сөйлем берілген екен, я? Соны дәптеріңе әдемілеп, көркем түрде көшіріп жазып ала ғой. Осы сөйлемдерді оқып, мағынасын түсініп көрейікші, қанекей. Тамақты оң қолыңмен же дейді. Тамақты оң қолмен жеу керек екен, я? Асқа үлкендерден бұрын қол созба дейді. Яғни үлкендерге құрмет көрсеткен дұрыс екен, я, озат оқушым. Нанды бір қолмен үзбе дейді. Нанды екі қолмен үзген дұрыс болады. Бұл қазақ аталарымыздан қалған нақыл сөздер екен. Осы сөйлемдерді көшіріп жазып ала ғой. Келесі бізде үшінші жаттығу. Сөз жұмбақты дұрыс шешсең, бір мамандықтың иесінің атауы шығады дейді. Яғни мұнда сөз жұмбақ берілген және жеміс-жидектер көрсетілген жемістер, я? Солардың атауларын дұрыс қойсақ, мына әрнеге, сонда бір мамандық иесінің атауы шығады екен. Ең бірінші қарбыз деп қойдық, екінші асқабақ деп қойдық, үшінші пияз деп қоямыз, төртінші қауын деп қоямыз, бесінші сәбіз деп қоямыз. Сонда ортасындағы көгілдір жолақта аспаз деген мамандықтың атауы шығады екен, я, озат оқушым. Мінекей сөз жұмбақты да осылай қатесіз шешуді үйреніп алсақ болады, я? Келесі бізде төртінші жаттығу. Төртінші жаттығуда жаңылтпашты тыңда, жаттап ал дейді. Оқып көрейік, қанекей. Мынау бал қаймақ. Қай бал қаймақ? Бұл бал қаймақ, май бал қаймақ екен. Бал қаймақ деген қаймаққа қант, бал, ұн қосылып, қайнатылып жасалатын тәтті тағам екен, я, озат оқушым. Осы жаңылтпашты жақсылап оқып, жаттап ала ғой. Мінекей озат оқушым, біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Түсінбеген сұрақтарың болса, сабақтың астына жаза кет, осы видеоның астына. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Сау бол.